Баршаңызға сәлем. Бүгін біз осындай повязкаларды жасап үйренеміз. Жасалуы өте оңай және де тез жасалады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Бұл повязканы жасау үшін кез келген трикотаж мата жарай береді. Қалауларыңыз бойынша жасап көріңіздер. Ең алдымен біз трикотаж матамызды кесіп дайындап аламыз. Мынандай екі бөлшек болу керек. Үлкен бөлшегіміздің ұзындығы басты айналдыра бөлшегіндегіде тең болады. Ал ені 16 сантиметр болады. Кішкене бөлшегіміздің ені 13 сантиметр, ұзындығы 25 сантиметр болады. Матамызды осылай екі қабаттап, көрсетілген жерінен тігіп шығамыз. Екінші матамызды да екі қабаттап, айналдыра тігіп шығамыз. Тек қана аударатын жерін ғана бос қалдырамыз. Міне бұлай тігеміз. Мына кішкентай жері тігілмей қалады. Міне екі матамыз дайындадық. Енді оң жағына аударып, үтікпен басып аламыз. Екінші матамызды оң бетіне аударамыз. Енді қайтадан жартылай терісінен аударып, бір-біріне қосып тігіп шығамыз. Міне теріс аударып алып, айналдырып тігіп шығамыз осылай. Кішкентай жерін ғана бос қалдырамыз. Тігіп болдық, оң қаратып алдық. Енді екінші бөлшегімізді алып, тігілген жерін астына қалдырып, орап шығамыз. Байлаймыз, бантик сияқты қылып байлауымыз керек. Нәтижесінде осындай повязка пайда болды бізде. Бар жоғы 2 минутта дайын болады. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған Маржан, менімен болғандарыңызға рахмет. Видео ұнаса лайк басуды ұмытпаймыз.